Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге үй жағдайында қалай фри жасау керектігін көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен картошканы ашып дайындап алу қажет. Әркім өз қалауынша 1 кило немесе 2 кило одан аз жасауға да болады. Ең бастысы картошканы тап-таза ашып, жуып дайындап алу қажет. Картошкаларымызды жіңішке етіп тураймыз, қатты үлкен қылмаймыз. Егерде жуан болып кетсе, картошкаларымыз піспей қалуы мүмкін. Фриіміз шикі болып қалады, сол үшін кішкене жіңішке қылып тураймыз. Және де картошкаларды турап, қуырмай морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Қалаған уақыттарыңызда алып, бірден қуырып жей салуға да болады, өте ыңғайлы. Мен осы фриді көбінесе жасап тұрамын. Балаларым өте жақсы көреді. Қайта-қайта сұрайды, мама фри жасап беріңізші деп. Өте дәмді болып шығады, сүйіп жейді балаларым. Мен сол үшін фриді жиі жасап тұрамын. Ең басты плюсы сізге бұл фри өте арзан түседі, өзіңіз жасағандықтан. Басқа жерлерден оны қымбат қып сатып алмайсыз. Үй жағдайында өзіңіз жасап қалағаныңызша жей бересіз. Фри жасайтын жердегі фрилерден дәмінің айырмашылығы жоқ, бірдей болып шығады. Үйде сізде жиі жасасаңыз болады. Міне біздің картошкамыз да дайын болды. Біз енді оны тұз араластырып, кішкене уақытқа қойып қоямыз. Тұзды тым көп салмаймыз және тым аз салмаймыз. Өйткені біздің картошкамыздың крахмалы шығып кетуі керек. Егерде шығып кетпесе, крахмалы қалып қойса, картошкамыз шикі болып қалады. Осылай қолымызбен жақсылап араластырып аламыз тұз бен картошканы. Содан кейін біз картошкамызға су құйып, бетімен бірдей болу керек. Су құйып, картошкамызды жарты сағатқа қойып қоямыз, тындырамыз. Оның крахмалы шығып кетуі керек. Міне біздің картошкамызды дайын болып қалды. Жарты сағатқа қойып алдық. Енді картошкамыздың суын сырғытамыз. Осындай құрғақ шашыққа немесе қылы жұқпайтын таза марлы сияқты маталарға қойып суын сіңдіріп алсаңыздар болады. Мен қазір суын сіңдіріп кішкене сүртіп жіберемін, өйткені мен асығыс болып тұрған соң суын тез сіңдіруім керек болып тұр. Міне осылай бетін сүртіп суын сіңдіріп аламын.
сосын қуыруға дайын болады. Мен арасында майымды қыздырып астын жағып қойдым. Қазір мен бірден майға салатын боламын. Біздің майымыз қатты қызып кетпеуі қажет. Егер де қатты қызып кететін болса, біздің картошкаларымыз бірден күйіп кетеді және іші піспей қалады. Сондықтан майды орташа етіп қою керек, қатты қыздырмау қажет. Картошкаларымыз өзі пісуге жақындағанда бетіне осылай қалғып шыға бастайды. Барлығы бір келкі қалғып шыққан кезде сіз оны сүзіп алуыңызға болады. Пісті деген сөз. Ол картошкаларды қатты қызартып алудың қажеті жоқ. Осылай фастфудтағыдай осылай сап-сары түсті етіп пісіріп қуырып алуымыз қажет. Міне, менің картошкаларым дайын болып қалды. Золотистый түсті болып тұрады. Түсі сап-сары болып, қатты қызартпаймын. Іші де піскен осылай көтерілгеннен білуге болады. Қуырылған фриларды мен осылай салфеткаға қойып шығамын, майын сырғыту үшін. Сіздер де қойсаңыздар болады, картонға немесе осындай салфеткаға қойсаңыздар болады. Міне, фриіміз дайын болды. Мен басында кішкене майым қызып кетіп, фриларымның біразы күйіп қалды. Егер сіздер де солай істейтін болсаңыздар, күйіп қалуы мүмкін. Сол үшін майларыңызды қатты қыздырмаңыздар. Орташа отта пісірсеңіздер болады. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.